Біздің болашақ зейнетақымыз еңбек өтілімен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысуымызға байланысты. Біз ресми түрде еңбек етіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ай сайынғы жарналарды қаншалықты көп аударсақ, құрметті демалысқа шыққанда соншалықты көп ақша аламыз. Сонымен зейнетке шығуға қалай дайындалу керектігі және төлемдерді қай жастан ала алатынымыз туралы Зейнет KZ жобасының жүргізушісі Лимара Салих айтып бермек. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. Лимара, сөз сізде. Рахмет әріптестер, кеш жарық. Қазақстандағы зейнетақы көп құрамдаушты болып келеді және зейнетақы төлемінің 3 түрі бар. Ол базалық, ортақ және жинақтаушы зейнетақы төлемдері. Базалық және ортақ құрамдауштар мемлекеттік бюджеттен төленеді. Біздің кейіпкеріміз Гүлсім өткен жылы зейнеткерлікке шықты. Ол кісі барлық 3 төлемді алады. Атап айтқанда бұл базалық зейнетақы. Оны жасаған аударымдары мен жұмыс өтіліне қарамастан барлық зейнеткерлер алады. Бірақ мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Гүлсім ханымның 35 жылға жуық еңбек өтілі бар. Сондықтан ол ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100% мөлшерінде базалық зейнетақы алады. Ол 2020 жылы 32.668 теңге. Сондай ол кісі Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы жүйесі енгізілген 1998 жылға дейінгі 15 жылдан астам еңбек өтілі үшін ортақ зейнетақыны алады. Оның зейнетақысының 3-ші құрамдаушы жинақтаушы зейнетақы жүйесі есебінен қалыптасты. Өйткені 20 жыл бойы Гүлсім жеке зейнетақы шотына міндетті зейнетақы жарналарын аударып келді. Бұл оған зейнетақының алғашқы 2 құрамдаушына ай сайын қомақты үстемақы алуға мүмкіндік берді. Осылайша қазіргі уақытта біздің кейіпкеріміздің жиынтық зейнетақысы 120 мың теңгені құрайды. Айта кетейік, қазіргі уақытта елдердің зейнетке шығу кестесі өзгеріп отырады. Ол жыл сайын 6 айға артып келеді. Мысалы, биыл зейнетке 59 жас 6 айға толған әйелдер шығады. Осылайша бұл көрсеткіш 63 жастағы ерлердің зейнетке шығуымен тең болғанша 2027 жылға дейін жалғасады. Мерзімсіз уақытқа 1-ші және 2-ші топ мүгедектігі белгіленген адамдардың бекітілген мерзімнен бұрын зейнетке шығуларына құқықтары бар. Естеріңізге сала кетейік, мемлекеттік бюджеттен және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қордан жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы бірыңғай өтініш азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының халыққа қызмет көрсету орталықтарына бір терезе қағидаты бойынша беріледі. Бұл ретте мерзімсіз уақытқа 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектігі бар салымшылар төлем тағайындау үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорға тікелей хабарласулары қажет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қордан төлемдер ай сайын жүзеге асырылады. Алайда кейбір жағдайларда зейнетақы төлемін бір рет бір жола алуға болады. Қазір бізбен қордың өкілі Ғалия Тұранова ханым байланыста. Сәлеметсіз бе, Ғалия, айтыңызшы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары бір жолғы төлемдерді қалай және қандай шарттар бойынша ала алады? Қайырлы күн. Егер өтініш берілген күнгі зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгілеген ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, бұл сома алушыға қордан бір рет бір жола төленеді. 2020 жылы бұл сома 485.292 теңгеге тең. Сонымен қатар, зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес қордан зейнетақы төлемдерін алуға, зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы да бар. Тұрақты тұруға кету кезінде заңда көзделген барлық рәсімдердің дұрыс сақталуы маңызды. Салымшы қайтыс болған жағдайда, оның отбасы мүшелеріне немесе жерлеуді жүзеге асырған адамға жерлеуге арналған бір жолғы төлем беріледі. Бұдан әрі, жерлеуге арналған барлық төлемдерден қалған қаражатты мұрагерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ала алады. Айта кету керек, төлемдерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қордан ғана емес, өмірді сақтандыру компанияларынан да алуға болады. Бұл құқық зейнетақы жинақтары ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін жеткілікті болған кезде сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу жолымен туындайды. Ерлер бұл төлемді 55 жасқа толғанда ала алады. Ал әйелдерде биылғы жылы 51 жас 6 ай. Одан әрі ол 2027 жылы 55 жасқа жеткенше ұлғайып отырады. Ғалия, айтыңызшы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры биыл өз салымшыларына қанша ақша төледі?
Биыл 2020 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша қор өз салымшыларына 138,5 миллиард теңге төледі. Оның ішінде зейнеткерлік жасқа жету бойынша төлемдер 46 миллиард теңгеден, ал сақтандыру ұйымдарына аударымдар 36 миллиард теңгеден асты. Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер 27 миллиард теңгеден асты. Мұрагерлік бойынша төлемдер 24,5 миллиард теңге, жерлеуге арналған төлемдер 3 миллиард теңгеден астам, ал мүгедектік бойынша төлемдер 1 миллиард теңгеден астам болды. Бұл ретте кесте бойынша зейнеткерлік жасқа толуына байланысты ай сайынғы орташа төлем сомасы 22.739 теңгені, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғарғы сомасы 506.980 теңгені құрады. Жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Зейнетақы төлемдері бойынша айтпағым осы, эфирде келесі кездескенше.